кейпім. Бүгін міне тамаша мереке болып жатыр деп есептейміз. Себебі алғашқы рет Алматының Ақтөрінде орналасқан тамаша ғимарат Ұйғыр театрында алғашқы рет театр фестиваль өтейін деп жатыр. Ұйғыр театрының барша ұжымын шын жүректен осы бүгінгі қуаныштарымен құттықтағымыз келіп отыр. Осы фестиваль жалғасын тапсын дейміз. Жылда өтіп, халықтың көрерменнің қуанышына бөлене берсін дейміз. Біз де осы фестивальдің қонағы болып бүгін Жаңа ғасыр театры келіп отырмыз. Ташкенбай Елдардың соңғы қоңырау атты спектаклін ойнаймыз. Біз бүгін ең алғаш ұйымдастырылып отырған Қожамияров атындағы Республикалық мемлекеттік академиялық музыкалық театрының ұйымдастыруымен болып жатқан фестивальге келіп қалдық. Фестивальға Айман Шолпан спектакльмен қатысамыз. Ең алдымен Ұйғыр театрының 90 жылдық мерейтоймен құттықтағым келеді. 90 жылдық тарихы бар театр біз үшін үлгі, өнеге. Өйткені Алатау дәстүрлі өнер театры бұл небәрі 8 жылдық қана тарихы бар театр. Сондықтан да бұндай үлкен ұжымға, бұндай үлкен тарихы бар ұжымда өнер көрсету біз үшін мақтаныш. Қожамияров атындағы Республикалық академиялық музыкалық комедия театрының 90 жыл толып отыр. Осы мерейтойға байланысты үлкен Алматы қалалық фестивалі ұйымдастырылып отыр. Бұл театрдың ерекшелігі бұл тек қана біздің елімізде ғана емес, жалпы бүкіл әлемдегі жалғыз ұйғыр театры болып табылады. Сондықтан да бұл театрдың мерейтойы бұл тек қана біздің еліміздің ғана емес, бұл жалпы қазіргі енді әлемдік процесте, театр процесінде өтіп жатқан үлкен құбылыс деп айта аламыз. Қазір театр жастармен толығып жатыр. Бүгінгі театрдың ізденісі бұл Қазақстан театр өнеріне ғана емес, жалпы әлемдік театр өнеріне қосып жатқан үлесі зор деп айта аламыз. Және театрға тек қана шығармашылық табыстар тілеп, алдағы жылдарда, алдағы уақытта үлкен биіктерден көріне берсін деп айтқымыз келеді.